Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және көрермендер. Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар облыстық кітапханасының жастар креатив драйв жобасының бір тармағы танымдық әліппесі бойынша адамның басты байлығы денсаулық тақырыбында ақ халатты абзал жандармен кездесу. Бүгінгі эфиріміздің ерекше қонағы Алматы облысы жұқтырылған иммундық тапшылық синдромы Швейцария орталығы алдын алу бөлімінің дәрігері, эпидемиологы Абдукеримова Ләззат Алмасбекқызы. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Ләззат ханым, ең бірінші сұрағымнан бастай кетейін. Отбасыңыз жайында айта кетсеңіз. Отбасымда жолдасым, 2 балам бар, бір қызым үлкені, 3 жасар және ұлым бар, 1 жас 2 ай. Қай университетте білім алдыңыз? Қазақ ұлттық медициналық университеті, Санжар Жаппарұлы Сендияров атындағы сол университетте қоғамдық денсаулық сақтау факультетінің студенті болдым. Одан кейін үздіксіз білім беру магистратурасында магистратураны бітірдім 2 жылдық. Одан кейін жұмысымды жалғастырып жатырмын Алматы облысы ЖИТСпен күрес орталығында. Балаларыңыз сізге ұқсаған дәрігер болса қалай қарайсыз? Қолдаймын. Ұлыма қарағанда, егер қызым дәрігер болса, өзім сияқты дәрігер болады деп ойлаймын. Сенімді ақтайды деп ойлаймын. Өте пысық, кез келген тапсырманы жедел алып кетеді. Жалпы өзім сияқты. Сұрағым, эпидемиология дегеніміз не? Эпидемиология, жалпы эпидемиология дегеніміз ол қазіргі эпидемиологиялық жағдайлар бізде дәл қазір коронавирусты білесіздер, біздің мамандық өте керек, сұраныстағы мамандық, себебі біз алдын алумен айналысамыз, немесе жаңағы жұқтырылған жағдайда оны ары қарай талқылау, іздеу, қайдан жұқты, жаңағы эпид көзі, жұқтыру көзі кім, соның бәрін біз анықтаймыз. Біздің мамандық қазіргі таңдағы айтып өткендей керек мамандық бұл. Мен өзім ЖИТС орталығында жұмыс жасағандықтан, ЖИТСпен күрес орталығында біз алдын алу жұмыстарымен айналысамыз. Именно осы АИТВ инфекциясының, орысшасы ВИЧ, қазақшасы АИТВ, адамның иммун тапшылық вирусы. Сол вирустың алдын алумен айналысамыз. Білесіздер, емі жоқ. Бұл вирустар бізде кең тарап жатыр, қанша жаңағыдай біз алдын алу жұмыстарын жүргізсек те сондай бой бермей тұрған вирус болғандықтан біздің мамандық осындай аурулар кезінде, осындай инфекциялармен күрес кезінде таптырмайтын мамандық болып есептеледі. Сол эпид жағдайын қадағалау, эпидемиялық жағдайын қадағалау, алдын алу жұмыстарының бәрі бізге жүктелген. Күнделікті сіздің қызметіңізге қаншалықты науқас адамдар келеді? Күнделікті қанша адамдар қабылдайсыздар? Мен көзі эпидемиология алдын алу жұмысы бөлімі болғандықтан біз тікелей ауру адамдармен, учетта тұрған адамдармен жұмыс жасамаймыз. Біздікі тек қана алдын алу. Ал жалпы біздің орталықта тіркеуде тұрған Алматы облысында 3814 адам осы ВИЧ инфекциясымен тіркеуде тұр. Сол тіркеуде тұрған адамдардың көбісі біздің емдеу ісі мамандары, яғни біздің инфекционистеріміз бар, сол кісілерге келіп отырады. Біздің өзімізде Алматы облысында 20 аудан болатын болса, соның Алматы өңірінде 10 аудан. 10 ауданында әрқайсысында бір дәрігерден. Енді күніне олар жоқ дегенде 15-20 тіркеуде тұрған адамдарды қабылдап, емдеп, шағымдар болса емдеп, дәрілерін ай сайын бізде тегін берілетін айрылы препараттар беріп қарап отырады. Ал біз өзіміз алдын алу жұмысы бойынша жан-жаққа шығып, әр районда аралап, осындай алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл
қандай ауру? СПИД ауруы дене мүшені қалай зақымдайды? Негізі спид ауруы деп айтпаймыз, айтып адамның иммун тапшылық вирусы дейміз ғой, ол адамның именно иммунитетімен жұмыс жасағандық, иммунитетін жоюға тырысқандықтан, бұл бірінші сатысы, бұл айтып деп аталады. Спид, ол житс қазақшасы, ол ең соңғы сатысы. Яғни бұл инфекцияны жұқтырғаннан кейін адам, бұл инфекция адамның иммунитетін жоюға тырысады. Иммунитетін жоюға тырысқаннан кейін иммунитет әлсізденеді, кез келген аурулармен, қосалқы аурулармен ауруы мүмкін, жаңағы туберкулез, онкологиялық ауру дейміз, жаңағы өкпе аурулары бар, әртүрлі. Жалпы кез келген ауруға адам иммунитет төзімсіз болып келеді, кез келген ауру жұқтырып алуы мүмкін. Оның ішінде жаңағы жыныстық жолмен берілетін аурулар бар. Осы аурулардың барлығын жұқтырып алуы мүмкін. Бір адамның өзі егер дер кезінде емделмесе, бірнеше ауруды бірден алып жүруі мүмкін. Оның бәрі адамның иммунитетіне байланысты. Ал житс, жаңағы спид деп айтып отырғаныңыз, ол ең соңғы сатысы, яғни бұл дер кезінде жаңа айтып отырмын, емделмегенде ең соңғы сатысына баруы мүмкін. Ең соңғы сатысына жеткенде адам 3 жыл немесе 1 жыл оны иммунитетіне байланысты өмір сүру ұзақтығы 3 жыл мен 1 жыл аралығында болуы мүмкін. айтв ауруының алғашқы белгілері, бастапқы белгілері қандай? Бұл айтв-ның жұқтырған кезде ешқандай бастапқы белгі болмайды, себебі біз адамның түр келбетіне қарап айта алмаймыз, бұл инфекция адамда бар жоқ деп. Өйткені бұл именно иммунитетті зақымдағандықтан адам кез келген аурумен ауруы мүмкін, жаңағы гриппен басталуы мүмкін, немесе жаңағы туберкулезбен басталуы мүмкін. И сол аурулардың белгілері болады. Именно айтв-ның белгісі болмайды. Бірақ ең соңғы сатысынан келгенде, көбінесе адамда, мысалы бұл негізі 4 стадиядан тұратын ауру ғой, инфекция 4 стадиядан өтеді. 3-4 кезеңінде адамның лимфа узулары ісінуі мүмкін. Және салмақты тастау, әлсіздік осы белгілермен көрінуі мүмкін. Ал бастапқы сатысында біз ол айтв-ға деп, инфекцияға деп қан тапсырмай, біз бұл адам сол инфекциямен ауырады, ауырмайды деп айта алмаймыз. Тек қана осы инфекцияға қан тапсыру арқылы ғана білеміз. Бұл айтв ауруы қай уақыттарда анықталған, мұндай ауру бар болуы? 1981 жылы басталған, ең бірінші жаңағы әртүрлі болжамдар бар, жаңағы макака неден маймылдан жұқты деген, немесе жаңағы лабораторияда раққа жаңағы вакцина іздеп жатырып сыртқа шықты дегенде болжамдар бар. Әртүрлі мифтар бар, бірақ негізінен көбінесе соңғылары сол жануардан, именно жаңағы маймылдан етін жеп, содан жұқты деп айтып жатады. Енді ол белгісіз. Бірақ сол 1981 жылы анықталған, ол анықталған жылда бірінші осы ВИЧ-инфекция деп білмеген ешкім, өйткені кімдерден жұғатын белгісіз болған. Өйткені көбінесе нашақорлардың арасында бірінші тарағанда бұл. Содан кейін жыныстық жолмен берілген, соны нақты шеше алмай қандай жолмен беріледі, бұл қайдан жұққан, ол инфекцияны кейіннен ғана анықтады. Яғни бұл ВИЧ-инфекция екенін тек қана 3 жолмен ғана берілетін. Яғни ол бірінші жолы жыныстық жолмен, екінші ол жаңағы нашақорлар арасында бір шприцті бірнеше адам қолданғанда, немесе тексерілмеген қан құю кезінде, медициналық манипуляция, операция кезінде, жаңағы стерилденбеген инструменттерді қолдану кезінде сондай жағдайларда жұғады. Және үшіншісі ол анадан балаға, яғни жүктілік кезінде. Жүктілік кезінде, босану кезінде. Жалпы осы 3 жолы бар, негізгі айтылып өтетін. Соның ішінде жаңа анадан балаға берілу жолы қазір уже қолға алынған. Яғни егер жалпы өздеріңіз білесіздер, әйел адам жүктілік кезінде учетқа тұрғаннан кейін 2 рет, босанғанға дейін 2 рет осы инфекцияға қан тапсырады. Яғни бірінші тапсырғанда анықталатын болса, ол кезде біздің дер кезінде жаңағы дәрігерге қаралады, учетқа алынады. Ай сайын біздің айрылы препараттар бар, және босанғанға дейін осы дәрігердің бақылауында болады. Егер вирусная нагрузка дейді, вирус осы қанда
жоғары мөлшерде болатын болса, ол кезде біз ол кісіні жаңағы жүкті әйелді жасанды жолмен босандырамыз. То есть кесарево жасау арқылы босандырады, одан кейін жасанды жолмен баланы тамақтандырады. Ол сүтте өте көп мөлшерде болғандықтан емізу, табиғи жолмен тамақтандыру ол мүмкін емес. Тек қана жасанды жолмен тамақтанады. Және бізде сұрақтар болып жатады, ауру анадан сау бала туылуы мүмкін ба деп. Әрине мүмкін. Қазір медицинаның дамыған заманы, егер әйел адам ВИЧ-инфицирленген болса, ол кісінің вирусный нагрузкасын ең төменгі сатыға дейін, 0-ге дейін жеткізіп алып келеді де, ұрықтану жүреді. Сол ұрықтанғаннан кейін дені сау баланы дүниеге алып келуге болады. Яғни көтергеннен босанғанға дейін дәрігердің бақылауында болуы міндетті. Одан кейін жаңағы жасанды жолмен тамақтандыру арқылы дені сау бала дүниеге келеді. Негізі бұл адамның барлық сұйықтығында болатын кездесетін инфекция, бірақ ең көбі жаңа ана сүтінде, қанда және шәует дейді, шәуетпен қынапта көбірек кездеседі. Спид ауруын қандай дәрімен емдейді? Бұл неге спидқа жаңа жұқтырған адам, ВИЧ инфекцияны жалпы жұқтырған адам, ол ешқандай да вакцина жоқ, қазір емделіп кете алмайды. Тек қана жаңа айтып өткендей қандағы вирусты бір орнында, бір қалпында ұстап тұру үшін, немесе төмендету үшін біздің арнайы АРВ препараттарымыз бар. Яғни біздің Қазақстанда ол тегін түрде беріледі. Басқа шетелдерде, мысалы Араб Эмираттарын айтатын болсақ, ол жақта ақылы түрде, яғни бұл инфекцияны жұқтырған адам ақылы түрде өзі сатып алуға міндетті ай сайын. Біздің Қазақстанда тегін ай сайын бұл препараттарды қабылдайды. 3-4 түрлі препараттар бар, кезегімен қабылдау керек, өзі дәрігердің кеңесімен, назначениесімен беріліп отырады. Сол препараттарды қабылдаса, бұл инфекцияға, то есть бұл инфекцияның қанда көбейіп кетуін тоқтатып бір орында ұстап тұрады. Яғни басқа адамдар сияқты, дені сау адамдар сияқты өмір сүре беруге болады. Тек қана жаңа препараттарды үзбеу керек. Ал жазылып кету, бұл инфекциядан толығымен жазылып кету, яғни толығымен қаннан жойып жіберу мүмкін емес. Бұл ауру тұқым қуалай ма? Ер адамнан? Егер жаңа айтып өткендей, тұқым қуалайды деп айта алмаймын. Қазір жаңа медицинаның дамыған заманы, дені сау баланы дүниеге алып келуге болады. Тек қана міндетті түрде дәрігердің кеңесінде болу керек, қарауында болу керек. Ал жаңағы екі әке немесе ананың біреуі инфицирленген болса, жаңа айтып өткендей вирусный нагрузканы төмен түсіріп, дені сау баланы дүниеге алып келуге болады. Айтып ауруымен ауыратын қандай? Ауруын қанша уақытта емдеп шығады? Өмір бойы ауырып өте ма адам, әлде бір месяцте жазыла ма? Жоқ, бұл аурудың емі жоқ. Бұл аурудан толығымен жазылып кете алмайды. Яғни қаннан бұл инфекцияны толығымен шығарып тастау мүмкін емес. Сол себепті АРВ препараттарды өмірінің соңына дейін қабылдап өтуге тиіс, мәжбүр. Ауруымен ауыратын адам көпшілік ортада жұмыс істесе болады ма? Қауіпті емес пе? Орынды сұрақ. Жаңа айтып өткендей, адамның негізгі 4 сұйықтығында кездеседі көбірек деп айттым ғой. Қанда, ана сүтінде, қынаптан бөлінетін сұйықтық пен шәуетте осы 4 сұйықтықта көп кездесетіндіктен, ол тек қана осы 3 жолмен беріледі дедім. Қаннан қанға, яғни инструменттер, залалсыздандырмаған инструменттер медицинада қолдану кезінде анадан балаға сүт арқылы және жыныстық қатынасқа, қорғансыз жыныстық қатынасқа түсу кезінде осы 3 жол арқылы жұғады. Басқа жолдармен мүлдем жұқпайды. Яғни біз ол адамдармен жұқтырған, жаңа ВИЧ-инфицирленген адаммен бір жерде өмір сүре аламыз, бір үйде бірге тамақтан аламыз, бір посуданы қолдануға болады. Яғни бір төсекті, бір ванна, бір туалетті де бірге қолдануға болады.
ешқандай бөлудің қажеті жоқ, себебі қоршаған ортада бұл инфекция өте төзімсіз, тұрақсыз келеді. Сол себепті тек қана үш жолмен беріледі, басқа жолдармен берілмейді. Қазір сұрақ болуы мүмкін, ол адаммен бірге жұмыс істеуге бола ма, немесе ол адамдарды жұмыстан шеттетіледі ме деген сияқты. Ол адамдарды шеттетілмейді, арнайы заңмен қорғалған. Бұл инфекцияны жұқтырған адам кез келген жерде жұмыс істейді, тек қана медицина қызметкері болатын болса, қанмен жұмыс жасайтын болса, ол кісілерді біз шеттетеміз, яғни қағазбен жұмыс жасайтындарға, то есть сондай жұмыстарға ауыстырамыз. Ал жалпы басқа мамандықта жұмыс жасап жатқан мамандарды біз ешқандай да шеттетпейміз. Ешқандай жұмыстан шығару немесе бөлу деген дискриминация болмауы керек. Жаңа айтып өткендей, арнайы заңмен қорғалған ол кісілер кез келген жерде жұмыс жасауға міндетті, имеет право. Қазір бұл аурумен ауырып жатқан қанша жастағы адамдар көбінесе? Көбінесе өте орынды сұрақ. Біз үшін біздің ең қатты күресіп жүрген осы инфекциямен жұмыс жасап жүрміз ғой, енді алдын алып. Көбінесе жас жігіт қыздар, жұмысқа қабілетті адамдар осы инфекциямен ауырады. Себебі біз бұған дейін мысалы бірінші орында именно осы немен наркотик қолданатындар, бір инені бірнеше адам қолданып, сол кісілердің арасында жұқтыру көптігін бірінші орында сол кісілер болатын. Осы именно қан арқылы жұқтыратында бірінші орында болатын. Ал қазір бізде гетеросексуалды, яғни жыныстық қорғанбаған жыныстық қатынасқа түсетін жастар өте көп, сол кісілердің арасында бірінші орында. Яғни 30-35 жас аралығындағы кісілер бізде 60% деп айтсам болады. 60% осы кісілердің арасында осы инфекция бірінші орында тұр. Одан кейін 40-45 жас аралығындағы кісілер, 60-тан жоғары пенсионерлер де бар, бірақ олар өте аз. Бірақ сонда да ол кісілердің де арасынан табылып жатыр. Одан кейін анағадан балаға жұқтырып жатқан бізде жас ең бүлдіршін балаларымыз, әлі садикке бармайтын балалардың арасында да бар, аз мөлшерде болса да бар. Мектеп жасындағы балаларда да аз мөлшерде кездеседі. Көбінесе айтып өткендей, жыныстық қатынаспен жұқтырып отқан, жұмысқа нағыз қабілетті біздің жас қыздар мен жігіттердің арасында өте кең таралып отыр бұл инфекция. Сол себепті де біздің бар неміз, көңіліміз, барлық жұмыс жолымыз сол жастар арасында көбінесе алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Сол себепті. Ауруы балдарға қаншалықты ауыр, кішкентай балдар? Осы айтыбы ма? Иә. Балаларға өте қиын негізі, өйткені именно осы үлкен кісілер мен жас балалар денсаулығы, үлкен кісілерде мысалы 60-тан кейінгілердің иммунитеті өздері әлсіз болады ғой. Сол кісілермен әлі иммунитет қалыптаспаған, енді қалыптасып келе жатқан балаларда өте ауыр өтеді. Көп жағдайда леталдық, яғни баланың өмір сүру тоқтауы, өлімге алып келуі мүмкін көп жағдайда. Бірақ енді өлімге алып келмесе де біздің препараттарды қолданған өзінде көбінесе кеш болып жатады, уақытылы анықталмаған немесе аналардың көтеріп алып, бейжай қарауы өз денсаулықтарынан, балалар денсаулықтарын бейжай қарауының кесірінен осындай өлімге көп алып келіп жатады. Себебі жүктілік кезінде, дер кезінде медициналық тексеріске бармайды, тіркеуге тұрмайды. Босанғаннан кейін де даже біздің дәрігерлеріміз айтып жатса да, сізге емізуге болмайды деп жатқан күннің өзінде біліп тұрып емізетіндер бар. Ондай жағдайда қанша көмектессең де баланың көп препараттарды қабылдаған күннің өзінде кішкене миынан ауытқу, ойлау қабілетінен бір жағынан кемістік болып тұрады. Ол препараттарды қаншалық қабылдағанмен соң иммунитеті әлсіз болғандықтан өлімге көбірек алып келіп жатады. Сізге қоятын сұрағым, қазіргі бізде мемлекеттерде болған коронавирус
Коронавирус пен тұмау арасындағы айырмашылық қалай? Коронавирус пен тұмаудағы жаңа белгілері ұқсап жатуы мүмкін, иә, ауру белгілері. Бірақ екеуі екі бөлек инфекция. Бұлардың ұқсастығы, айырмашылығын, мысалы, бір ғана бетіп сөзбен айтатын болсақ, тұмауда, мысалы, жұқтырғаннан кейін бір күн мен 3 күннің арасында ауру белгілері пайда болады, ал коронавирусте 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Яғни бірден байқалмауы мүмкін ауру белгілері. Сол себепті жаңағы осы күнмен анықтауға болады, айырмашылығын айтуға болады. Коронавирустық инфекцияға ұқсас симптомдар болса, не істеу керек? Ол кезде міндетті түрде 103-ке хабарласу керек, яғни жедел жәрдем шақыру керек, немесе 1406 нөміріне хабарласу керек. Бірден, егер сол белгілер өзіңізде байқалатын болса, сол белгілерді көріп жатқан болса, анықтап жатса, жаңа бірде жедел жәрдем шақыру керек. Және жедел жәрдем келгенше жаңа өз-өзін емдеумен айналыспау керек, күту керек, және барынша жаңағы басқа адамдармен қарым-қатынаста болмау, профилактикалық жағдайды қалыптастыру керек та, яғни маска қолдану керек, басқа адамдармен қарым-қатынаста болмау керек, жақындаспау керек. Дәрігер келгенше, яғни мейлінше бір бөлмеде қорғанып, яғни қамалып отыру керек. Вакцинаның пайдасы мен зияны? Вакцинаның пайдасы мен зияны, енді қазір бізде коронавирусқа бұл вакцинаны былайша барлығымыз алып жатырық. Зияны бұл жерде жаңағы балаларға енді 18 жасқа дейін салмай жатыр ғой. Мысалы, кейбір адамдарда аллергиялық жағдай болуы мүмкінші, оны өздері де білмеуі мүмкін. Сол жағдайда жаңа кері әсер етуі мүмкін. Анафилактикалық шок дейді, сондай болып жатады көбісінде. Жаңағы пайдасына келетін болсақ, көбінесе вакцина алғандарда бұл инфекция жеңіл түрде өтіп жатыр. Қазіргі жағдайды алатын болсақ, өте жеңіл түрде өтіп жатыр. Именно осы вакцина алмағандарда ауыр түрде өтуде. Сұрағым, осы ауруларды болдырмау үшін не істеу керек алдын ала? Жаңа көпшілік орындарға меніңше аз бармау, көбінесе маска, антисептиктерді қолдану қолға, гигиенаны сақтау, барынша қолды жуу, және мысалы көпшілік орындарда, автобустарда жаңа қолды жумай мұрын ұстау, көз ұстауға болмайды. Барынша жаңағы алдын алу шараларын, гигиеналық шараларды ұстану керек. Сол жаңа ең біріншісі бізде қазір енді вакцина болып жатыр ғой барлығында. Вакцинаны алса, одан кейін жаңа бүткіл алдын алу шараларын қолданса, көпшілік орындармен көп шықпаса, онда бұл инфекциядан қорғануға болады деп ойлаймын. Ләззат ханым, ерен еңбегіңіз үшін шипалы алақандарыңыздың ерінді жүректеріңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз халыққа қуаныш сыйлап, өздеріңізді нұрға бөлесін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Рахмет. Эфир аяқталды. Менімен сұхбаттасқаныңызға мұнда бір алғыс айтамын. Қош сау болыңыз. Рахмет, сіздердің де еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ауырмаңыздар, барынша денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Бұл ең бірінші білімсіздіктің кесірінен негізі көп аурулармен біздің тұрғындар ауырып жатыр. Сол себепті білімдеріңізді дамытыңыздар, именно осы коронавирустың қалай жұғуы, қалай берілуі, басқа да инфекцияларды білудің арқасында бұл инфекциямен ауырмайсыздар, жоламайды сіздерге деп ойлаймын. Сіздерге де рахмет, еңбектеріңіз жана берсін.